Ассалаумағалейкум көрермендер. Сіздермен Қазақтан арнасы. Бірнеше миллион жыл бұрын өзінің алып денесімен тек динозаврлар мақтан алатын. Бірақ өкінішке орай олар қазір жоқ. Бірақ қазіргі таңда да өздерінің алып денелерімен басқа өздері сияқты жануарлардан ерекшеленіп тұратын тіршілік иелері бар. Оларды көргіңіз келе ме? Ендеше дайындалыңыз. Дәл қазір сіз ешқашан көрмеген топ 5 ең алып жануарды көретін боласыз. Мұндай бақаға қалай қарайсыз? Таныс болыңыз. Бұл галиап. Бақаның ең алып түрі. Оның аяқтарын санамағандағы ұзындығы 32 см, ал салмағы 3 килограммнан астам. Бұлай қарап тұрсан, бұл кәдімгі бақа. Бірақ та оның алдында тұрудың қажеті жоқ. Себебі галиап құстарды, үлкен өрмекшілерді, тіпті кішкентай жыландармен қоректенеді. Бұл бақа 3 метр алыстыққа еш қиындықсыз секіре алады. Галиап сақ бақа. Оны кездестіру өте қиын. Ол өзінен 40 метр алыстықты көре алады. Галиап негізі құрлықта тастардың арасында өмір сүреді. Егер өзіне қауіп төнгенін сезсе, галиап бірден су астына кетіп, 15 минуттай су астында тұрып, одан соң су бетіне көзін және мұрнын шығарып, қауіпсіздікке көзін жеткізсе ғана судан шығады. Ал дәл қазір алдарыңызда ең алып тасбақа, терілі тасбақа. Оның бұлай атаулының себебі панцирінің терімен бірге орналасуы. Сол себепті бұл тасбақа басқа тасбақаларға қарағанда қауіп төнген жағдайда басын панциріне тыға алмайды. Бұл тасбақаның салмағы 500 килограмм. Шілей ондай емес шығар енді. Иә, 500 килограмм. Бірақ бұл терілі тасбақаның ең ауыр салмақ емес. Себебі бұдан да ауыр салмақтағы 1 тонналық тасбақа Амазонка өзенінен табылған. Бұл тасбақаның өмірінің көп пайызы суда өтетіндіктен оны кездестіру өте қиын. Қабан. Бұл аңшылардың қатты жақсы көретін жануарларының бірі. Мынандай қабанды атып алған. Мына аңшының қуанышын айтып жеткізу қиын. Мына суреттегі қабанның салмағы 550 килограмм, ал бойы 2 метр. Аңшының айтуынша бұл қабан оған ойда жоқта шабуыл жасаған екен. Бірақ аңшы бағына орай ағаштың артына тығылып үлгеріп, мылтығынан 2 рет оқ атқан сәтте, бір оқ қабанның жанды жеріне тиіп, оны өлтіріпті. Шынымен де, аңшының жолы болды деп айтуға болады. Себебі қабан табиғатта ашулы келеді. Егер оған оқ атсан, оны тоқтату тіптен қиынға соғады. Аңшының бұндай алып қабанды өлтіріп, аман келуі үлкен ерлік деуге болады. Бұл сүйкімді қоянның аты Дари. Бұл әлемдегі ең үлкен қоян. Бұл қоянның салмағы 22 килограмм, ал ұзындығы 130 см. Бұл алып денесіне қарамастан қоян өмірде өте белсенді. Иесінің айтуынша, оның белсенділігінің себебі жақсы тамақ жеуінде дейді. Айтпақшы, Даридің тәбеті өте жақсы. Ол күніне 1 килограмм алма, 2 килограмм сәбіз және 2 килограмм орам жапырақ жейді. Қолтырауын, әрине. Қоян жақсы, сүйкімді, бірақ қорқыныштырақ бір нәрсеге қарайтын уақыт келген сияқты. Нақтырақ мына қолтырауынға. Қолтырауын жағының күшінің өзіне тұрады. Бұл қолтырауынан қашып құтылам деп ойламаңыз. Олар тек көзге баяу көрінгенмен, адам таңғаларлық 45 км шақырыммен жүгіре алады. Бірақ жақсы жаңалық бар. Қолтырауын адамға өте сирек, тек қауіп төндіріп тұрған кезде ғана шабуыл жасайды. Бірақ әлбетте, сақ болған дұрыс. Қазақ айтпақшы, сақтықта қорлық жоқ. Бұл Кассиус қазіргі таңдағы ең үлкен қолтырауын деп танылады. Оның ұзындығы 5 метр 48 см. Чемпионның салмағы 1 тоннаға жуық, нақтырақ 998 килограмм. Ол 2011 жылы Австралияда ұсталған. Қазіргі уақытта жануар шамамен 100 жаста. Оның толық аты жөні Кассиус Клей. Оған әйгілі боксшы Мұхаммед Алидің бұрынғы есімі берілді. Бірақ қазіргі замандағы ең ірі қолтырауын бұл емес. Ол рекорд иесі. Қазіргі таңда өмірден өтіп кеткен қолтырауын Лолонг ұзындығы 6 метр 17 сантиметрге дейін жеткен. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, жаңадан шыққан видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басыңыздар. Аман, сау болыңыздар.